Құтсайын деп тұр. Өзі әперейін деп тұр, үшінші айырды. Көнетті бақ, әпереген көсіп бір түйін шешіледі. Мен қолым қайта бүйтіп атым ғой. Түйін бар. Араны суықтық пайдалы отыр. Осы күйеуіне деген сезім өшіп жатыр. Күйеуім оған деген сезім өшіп жатыр. Сәліп жүр. Әкесі ма, әкесі, күйеуім ма, күйеуім сондай жүр. Баланың әкесі ретінде көрді. Төсек те онша емес та уже. Төсек өз алдына телефон шыққап, өз алдына бұзылып кеткен уже. Алдыңда жөніс емес. Басқаша болып кеткен. Алдыңғыдай махаббат жоқ. Алдыңғыдай махаббат жоқ. Менсін бар ғой, маз адамдар өз алдында жүретін адамдар бар ғой. Сондай бұққан оған дуа өткен. Ана кафе жей беретін жүр. Біріншісіне тағы бірдеңе еттім, ұмытып қалыпшы. Бірдеңе деген ғой. Халал тәуіп деген сияқты. Өзі тәуіпке бара алмайды, көріпкелге. Көріпкелге бара алмайды, тәуіпке неге бармайды. Біз мұсылман болған екен, халал. Біздің ішімізде жындар қазір ояу болған екен, пока білгісі кеп тұр ғой. Білгісі кеп тұр. Түсінде не көргендерін айтып берсінші. Шақа көрді ме? Тосын талаққа. Мысықтың иті кім иті болса, ішкені күшік ит болса, күшік майда бала қатысты нәжелі болса, уже ол талақ. Жүгіні сұқ талақ берсін деп сәдір. Бірінші әйелі енесін дуалап алды. Айтқан сәтетін ғой. Енесінің көзінде де перде тұр. Енесі Ясинаны жақтырмайды. Жақтырмайды. Екеуі бірге істеп туа істеп алып тиіп алды ойлап тұр ғой.